Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Жаңа оқу жылы құтты болсын. Осы жылы елімізде айтулы мерекелер көп. Соның бірі және бірегейі бас заңымыз Конституцияға биыл 25 жыл толып отыр. Біз ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы өзіміздің егемендік құқығымызды негізге ала отырып, осы Конституцияны қабылдаған елміз. Сондықтан Конституцияны құрметтеу, оны ұлықтау біздің басты парызымыз. Кей деректерге сүйенсек, Конституция алғаш рет Англияда 1679 және 1688 жылдары құқықтар жөніндегі билл деген атпен қабылданған. Ал жазбаша Конституция 1787 жылы ақш-та, одан кейін 1791 жылы Франция мен Польшада өмірге келіпті. Бүгінгі Қазақстан мемлекетінің ұйытқысы ата заң мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан адамзат баласының жалпы құндылықтарын, ата-бабаларымыздың ар мен намыстан тұратын бірлік, тыныштық идеясын өз бойына сіңірді. Қазіргі қолданыстағы Конституция 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдум арқылы қабылданған. Оған дейін, яғни Қазақстан тәуелсіздік алғандан кейін 1993 жылы 28 қаңтарда өзінің алғашқы ата заңын қабылдаған болатын. Бірақ 1993 жылғы Конституция кеңестік қағидаларға негізделгендіктен жаңа қоғам өмірінің талабына жауап бере алмады. Сондықтан 1995 жылы жаңа Конституция қабылданды. Жаңа Конституцияның ерекшеліктері заң шығарушы, атқарушы, сот билігін белгілеп, олардың құзыретін, өзара іс-қимыл бірлігін заң тұрғысынан айқындап берді.